Жалпы әхлі сүннат уәл жамағатта Құран кәрімнің сауабын да бағыштауға болатында ешқандай талас тартыс жоқ. Өздерін сәләфпіз деп жүрген псевдо-сәләфизм, яғни уахабилік бағыттағы бауырларымыздың өздерінің ең үлкен шейхі деп саналатын Ибн Таймияның шәкірті Ибн Қайым әл-Жаузияның Китаб-ыр-Рух кітабынан, және бұл Китаб-ыр-Рухтың ішінде де Құран бағыштау жайында келтірген дәлелдерін жеткізетін боламыз. Біз бұны айтудағы себебі ол бауырларымыз біздің мемлекетіміздегі имамдарды, ұстаздарды тыңдамайтын болғандықтан өздерінің дәлелдерін ұсынамыз. Осы Китаб-ыр-Рухтың 15-ші бетінде, Китаб-ыр-Рух деп аталатын кітап, Ибн Қайым әл-Жаузияның кітабы, 15-ші бетінде былай деп айтады: وقال حسن بن الصباح الزغفراني سألت الشافعية عن القراءة عند القبر فقال لا بأس بها. Хасан бин ас-Саббах аз-Зағфирани деген кісі айтады: мен имам Шафиғидан Құран кәрімді қабір басында оқудың үкімі жайында сұрағанымда ла бәәсә фиха, ода тұрған ешқандай проблема жоқ дейді. Яғни болады деген сөз. وذكر الخلال, Халлал деген кісі былай деп айтты дейді: ани Шаъби, Шаъбиден риуаят етіп, قال كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن. Ансарлықтардан бір кісі қайтыс болған уақытында оның қабірінің басында барып Құран оқуына байланысты ихтилаф болды дейді, талас тартыс болды дейді. قال وأخبرني أبو يحيى الناقد قال, Абу Яхья ан-Нақид деген кісі былай деп айтты дейді: Самиғтул Хасан бин Жаури, Хасан бин Жауриден естідім, яқул, ол былай деп айтты дейді: Марарту аля қабри ухтин ли фақарату индаха табарака. Мен қарындасымның жаңағы қабірінің басынан өтіп бара жатып Табарак сүресін оқыдым дейді. Фаджаани ражулун фақала, бір кісі маған келіп айтты дейді: Инни раайту ухтука фи манами, мен сенің қарындасыңды түсімде көрдім деп айтты. Алла тағала менің ағамнан разы болсын, осы жаңағы оқырған Құранының сауабының арқасында Алла тағала мені жеңілдетті дейді. Яғни азабынан жеңілдетті дейді. Және уақады суәлі аниху имам Ахмад, имам Ахмад осы Құран бағыштау жайында, қайтқан кісілерге Құран бағыштау жайында сұралған уақытында былай деп айтты дейді: Имам Ахмад рахимахулла фастахсанаху, ол кісі истихсан көрді дейді. Яғни дұрыс деп қана айтқан жоқ, тіпті өте дұрыс, әдемі, сүйкімді деп айтты. Және уахтаджа алейхи бил амал, және бұған амал етуге дәл осы уақытта мұқтаждық бар деп айтты дейді. Яғни бұл Ибн Қайым әл-Жаузияның өзі имам Хамбал, имам Шафиғи рахималлахтардың несін, дәлелін бізге көрсетіп жатыр. Және осы Китаб-ыр-Рухтың 149-ші бетінде имам Абу Ханифа рахималлахтың былай деп айтқанын жеткізеді: وتتاورت أعظم تواتر على أخبار الأموات اللهم بأصول ما يهدونه إليهم من قراءة وصلاة وصداقة وحج وغيره، ولو ذكرنا ما حكى لنا من أهل عصرنا وما بلغنا عمن قبلنا من ذلك التال جدا. Яғни имам Абу Ханифа рахималлах айтады: қайтыс болған кісілерге Құран оқу, және оның атынан садақа беру, қажылық жасау, және де басқа ғибадаттарды сауабын қайтыс болған кісілерге бағыштауға байланысты хабар мүтәуатир дәрежеге жақын, яғни мүтәуатир дәрежеде хабарлар бар деп айтады. Яғни бұл дегеніміз жалпы қазақ халқының қайтыс болған әруақтарға арнап Құран бағыштауы бұл дінімізде бар нәрсе, және өздерін сәләфпіз деп жүрген уахабилік бағыттағы бауырларымыздың үлкен шейхі саналатын, және бұл кісі жайында 20-шы ғасырда өткен сол Сауд Арабиялық псевдо-салафилік бағыттағы ғалымдары Шейх Усеймин және Шейх Салих Фаузан сынды ғалымдары ютубта өзінің осы кітап жайында сұралғанда берген фатуасы бар. Бұл әруақ жайында жазылған кітап өте кең көлемде әруақ жайында қозғаған. Түсіне алсаңдар тыңдаңыздар, түсіне алмасаңыздар бос қойыңыздар. Оны жазған автор
өте тақуа ғалым кісі дейді Шейх ибн Усеймин. Ал Салих Фаузан болатын болса, тек қана мақтайды, кітапты да мақтайды, авторын да мақтайды. Сондықтан тек қана ахлі сүнна уәл жамағат емес, тіпті біз уахабиміз деп жүрген, Құран оқуды бидағат санайтын, дінде мүлде жоқ деп түсініп жүрген бауырларымыздың ілімсіздігінің нәтижесі өздерінің шейхтарындағы кітапта не жазылғаннан хабары жоқ. Міне сондықтан Құран бағыштау бұл біздің дінімізде де, салтымызда да, қазақы ғұрпымызда да бар нәрсе, шариғатта орны бар бір амал болып саналады.